Ассалаумағалейкум достар, өздеріңіз тақырыптан көріп отырғандай 14 күн бойы күніне 1 сағаттан жүгіретін боламыз. Қандай өзгерістер болады, қандай нәтижеге кенелеміз, осы видеода көретін боласыздар. Ендеше лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Жаңа қарадым, 9,5 километр жүгірдік. Короче, сол бүгін бірінші күніміз. Осы видеоны Нұрсұлтан каналында жібереміз, саламыз. Ең бірінші результатты бірі үшін бізге салмағымыз өлшеу керек. Қазіргі салмағымыз бірінші күн. Ештеме тұрған жоқ, денемізде ешқандай алдау дейтін нәрсе жоқ. 85 па, 86 ма сондай болып тұр. Қанша? 79. Енді күннен көбейтуге тырысамыз. Пока бұл бірінші күн енді. Кайф екен. Ассалаумағалейкум достар. Таңертең сағат 5:30, бүгін ертерек шықтық. Кеше 6-тан 20 кеткенде шыққанбыз. Бүгін енді Бақберген шықпайды, мен жалғыз өзім шықтым. Кросс жүгіруге дала енді күшті болып тұр. Тып-тыныш жезқазған. Вообще бір машина жүріп жатқан жоқ. Екінші күнді айтатын болсам, екінші күн өте жақсы өтті. Ауа таза, рахат, жалғыз өзім жүгіріп бараттым. Барлығы мотивационный болды, күшті болды. Біз сіздер өздеріңіз көріп отырғандай таймлапс қосып қойдық. Game over. В общем, достар, сағатымыз уже 6-тан 37 минут кетті. Бүгін 9 километр 290 метр жүгірдік. Сол, короче, бүгін екінші күн эксперименттің. Ендеше видеоны соңына дейін көріп кетіңіздер. Ассалаумағалейкум достар, бұл үшінші күн. Менде бүгін аяғым ауырып тұр, мына кез жайды икра ауырып тұр. Прям отказ беріп тұр, бірақ біз жүгіреміз, өйткені бұл повод емес. Менімен бірге Бақберген оралды қайттан. Одан Бақберген кеше неге шықпадың? Жұмыста болды кеше. Далада ешкім жоқ, машинада жүріп жатқан жоқ. Сол баяғыдай 1 сағат жүгіреміз, 1 сағаттағы результатымды видеоның соңында көретін боласыздар. Ендеше қазір жүгіріп бастайтын боламыз. Үшінші күн жайлы айтатын болсам, үшінші күн өте жақсы өтті, бірақ жаңа айта кеткенде квадрицепсім ауырды. Аяқта бір слабость болып тұрды. Аяғым шамалы бір әлсіз болып тұрды ма, кешеге жүгіргеннен кейін бе шамалы қиындау болды жүгіру. Бірақ әрі қарай тоқтамай жүгірдік. Артында Бақберген қалып қойды. Сол, короче, достар. Достар, жүгіріп болдық. 8:54. Ровно 1 сағат жүгірдік. Шым достар, үшінші күн аяқталды. До конца. Ассалаумағалейкум достар, бұл 4-ші күн. Бүгін далайын салқын, қалың киім шықтық. Аяғым барлығы жазылған сияқты, что-то ауырып тұрған жоқ. Сосын тағы айтатын, бүгін жаздың соңғы күні. Бүгін 31 август. Ертеңнен бастап күз басталады. Сондықтан жылы киіну керек, жылы киініп алып. Қазір бастап жүгіретін боламыз. 4-ші күнді айтатын болсам, мен бұл күн нәпсімен күрес деп айта аламын. Өйткені мен тоқтағым келді қайта, бірақ тоқтаған жоқпын. Миыма бір ойлар келді. Тоқта, шаршайсың, тоқта, не үшін 1 сағат жүгіріп жатсың деген сияқты. Бірақ тоқтаған жоқпыз достар. Leading every dance, feeling every touch and getting high in love. Достар, жүгіріп болдық. Міне бүгіндікке қазір көрсем. Міне 9 километр 100 метр жүгірдім. Просто прогресс деп айта аламын. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 5-ші күн. Қазір жүгіріп бастайтын боламыз. Бүгін сағат қазір 12:30. Бүгін біз ерте тұрған жоқпыз, өйткені ұйқым шамалы қандырайын дедім. Кеше дұрыс ұйықтаған жоқпын. Ендеше бүгін результат жақсы болады деген ойдамын. Ендеше жүгіріп бастайық. 5-ші күнді айтатын болсам, бұл 5-ші күнде нәпсімен күрес деп айта аламын. Тоқтағым келді, қайта тоқтағым келді, күн ысып кетті. Бірақ тоқтаған жоқпыз.
общем, достар, жүгіріп болдық. 8-де 79 жүгірдік. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 6-шы күн. Бүгін 3-ақ сағат ұйықтасам да өзімді күшті сезініп тұрмын. Сондықтан бүгін бір жақсы жаңалық болады деп ойлаймын. Жақсы жүгіріп, ой-ой, мысық жүгіріп өткен ғой. Түсінбей қалғансың ғой. В общем, сәттілік маған. 6-шы күнді айтатын болсам, 6-шы күні өте жақсы күн болды. Нәпсі мені қысқан жоқ, барлығы жақсы болды. Мотивациямен жүгірдім, просто дерзкі болды. 9-да 36. Достар, бүгін рекордқа шықтық. Естерінде болса, біз бірінші күні 9-да 54 жүгіргенбіз. Еще 1 сағат 3 минут. Вот прогресс бар деп айтуға болады. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 7-ші күн. Бүгін кешке қарай жүгірем деп шештім. Кештің салқынымен. Ендеше бүгін сәттілік маған. 7-ші күнді айтатын болсам, бұл күні жақсы жүгіріп бастадым. Әрі қарай уже шамалы жарты километр жүгіргеннен кейін тағы да жаман ойлар келе бастады. Тоқтайын ба деген неше түрлі ойлар келді. Тоқтағым да келді, бірақ тоқтаған жоқпыз әрине. Ішімде бір не тұрды да, зачем маған бұл челлендж, не үшін жүгіру керекпін деген әртүрлі. Бірақ мен музыкаларды ауыстырып әйтеуір жақсы бір музыкалар қойып, бір өзімнің мотивациямды тауып алдым. Ал достар, 7-ші күн аяқталды. Бүгіндікке 8-де 34 жүгірдік. Бүгін мен үшін аяқ, дыхалка барлығы нагрузка қатысты. Бірнеше рет тоқтадым кәдімгідей. Бүгін күн енді өте ерекше болды. Қазір барамызда өлшенетін боламыз. Бүгін 7-ші күн өйткені бір апта өтті ровно. Ал қазір весімізді өлшейміз. Жүгіріп кеттік. Салпта 95. 77 почти. Ассалаумағалейкум достар, бұл 8-ші күн. Ала күшті болып тұр. Мына кезде су болып тұр, тағы да қазір жүгіреміз. Короче, таң атып келе жатыр. Мен, ана қарап келе жатқан уақытта қанша километр жүгірдім. И бір кезде уже білмеймін, істемей қалды. Что-то сағат істемей қалды. И потом мен соңғы рет қарағанда 5 километр болды. 40 минут болды. Енді 20 минут жүгіреміз. Заново бастап отыр қайта. Таң атып келе жатыр, бірақ біз әлі де тоқтап келе жатқан жоқпыз. 9 этаждың қасына кетіп бара жатырмын міне. Примерно бір где-то 8-9 минутта үйге жетуге болады. Короче, достар, мен жаңа жүгіріп бара жатқам. Күнде бір автобусты көрем, әйтеуір 11-12 дейтін. Всегда мені көреді де жүгіріп бара жатқам. Бүгін жаңа водительді көрдім, водитель маған бір саусағын көрсетіп тұр. Мен наума деп тұрсам, бұлай көрсетіп отыр екен ғой. Ал достар, короче, жүгіріп болдық. Мына екінші результат бұл. Мына 3 километр жүгірдім 20 минутта. 3 километрді 5-ке қосамыз 8 километр. Негізі 5,5 километр ма деп ойлаймын, өйткені бағана жүгіріп бара жатқан кезде, мен қараған кезде бір 35-36 болды, и маған сообщение келді. 5 километр деп келді. Потом бір где-то бір 3 минуттан кейін шығар максимум. Одан кейін менде сағатты қарап қалсам, сағат өшіп тұр, не үшін. Түсінбей қалдым, блин, сосын мен ойладым, хотя бы результат жазылып тұрған шығар деп. Жоқ, результат жазылып тұрған жоқ. В общем, өздерің видеодан көрдіңдер. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 9-шы күн, дала жел болып тұр. Короче, жүгіреміз, анда кеттік. 9-шы күні мен өзімнің өлеңімді ауыстырдым, яғни қазақша өлеңдерді қойып қойдым, мотивациялық. Мен үшін бүгінгі күн прям удовольствие болды, сондықтан бүгінгі күнді ерекше өткіздім.
біз жүгіріп болдық. 9-да 9 километр жүгірдім бүгіндікке. Бүкіл скоростьті қостым. Сенбесеңдер, иттерден сұраңдар. 91-дегі әр ит бәрі мені танып алды. Сол, короче, білмеймін, бүгін настроениемен жүгірдім, күшті болып барлығы. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 10-шы күн. Менімен бірге бүгін Ты что, дурак, что ли? Арман. Короче, бүгін тоже бір сағат жүгіреміз. 10-шы күн мен үшін бір ерекше күн болған жоқ, өйткені бұл күні мен как будто бір үйреніп алған сияқтымын жүгіріп. Ешқандай қиындық болған жоқ. Тем более қасымда Арман жүгіргеннен кейін менде бір одан сайын бір мотивация болған сияқты. Сондықтан бүгінгі күн оңай өтті деп айта аламын. Достар, жүгіріп болдық. Бүгіндікке 9-да 12. Бүгін база жоқ. Арман үйге кетіп қалды, жарты жолда. Көлдің жағасына келген кезде қайтып кетті. Күшті болды бүгін. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 11-ші күн. Бізде квадрицепс, икра алып тұр тағы да. Ендеше жүгірейік онда кеттім. Жарты километрді жүгірдік. Короче, мына кезде бір аяғым ақсандап келе жатыр. Бірақ тоқтамай жүгіріп келе жатыр. Қалай болады екен бүгін? 11-ші күн мен үшін тез өтіп кетті деп айта аламын, өйткені мен тек қана жүгіруге концентрация жасадым, және де аяғым басында ауырып тұрды, одан кейін ауырғанды қойды да мен просто скоростьті қоса бастадым. Солай, короче, бүгін. Достар, жүгіріп болдық. Міне бүгіндікке 9-да 02. Бүгінгі күнді айтатын болсам, жүгіріп бастаған кезде мен квадрицепсім ауырды. Ақсандап келеттім жарты сағаттай. Потом әрі қарай жарты сағаттан кейін уже скоростьті қоса бастадым, бүкіл скоростьті. Соның арқасында 9 километр атак аз жүгіріп келеттім. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 12-ші күн. Дала күшті болып тұр, сағат 7:30. 7:30-да да дала күшті болып тұрады екен. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off. Достар, жүгіріп болдық. Міне бүгіндікке 8:62. Жақсы жүгірдік. База жоқ, бірақ аяқта все равно нагрузка қалып тұр. Күненге жүгіру жеңіл болып бара жатыр. Спокойно мен шыға саламын любой уақытта. Бірақ аяқ, икра, пресс, әртүрлі жерлері ауырып жатыр, короче. Бірақ бұл повод емес. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 13-ші күн. Енді бүгін қазірге тез жүгіретін боламыз. Өйткені челлендж аяқталып қалды. 14 күннен кейін бітеді деп айтқан болатын видеоның басында. Ендеше кеттік. First with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard. 13-ші күн, как обычно, жақсы басталды.
Бірақ мен скорост қосқым келді, өйткені 13-ші күн болғаннан кейін бір рекордты жаңартқым келді. Қатты скоростпен жүгіре алмай жаттым. Скоростты вроде қосамын, бірақ аяғым қосқысы келмейді. Байқанда аяқта бір күш болмай тұр да. Скорост қосайын десем. Сондықтан осылай жүгіріп болдық. Міне бүгіндікке 8:61. Бүгін 8:61 жүгірдік. Ертең енді 14-ші күн, челленджіміздің соңғы күні. Қатты скоростпен жүгіру керек екен. Мен рекорд жасағым келіп отыр, кәдімгі 10 км жасағым келіп отыр. Сондықтан бүгін жақсылап тұрып, демалып, ұйықтап, тамақ ішіп, ертеңге бір күшті настроенмен шығу керек. Ассалаумағалейкум достар, бүгін 14-ші күн. Бүгін біз точкасын қоятын боламыз. Қазір 10 км жүгіру менің мақсатымда, өйткені соңғы жүгіру күні болғаннан кейін солай ендеше кеттік. Достар, 36 минут өтті. Міне. Почти 40 минутта 6,5 км жүгірдік. Енді 20 минут бар. 10-ға дейін жеткізіп тастайық. 43 минут 7 км. Енді 17 минут қалды. 48 минут 8 км. 54 минут 9 км. 6 минутымыз қалды достар. Жүгіру керек. Шамал қалды. Он жүгірдік достар, 10. 20 секунд қалды. Достар, все енді бітті. Бүгіндікке 10 км 90 метр жүгірдім. Капец. Терлік кетті, мен өмірімде олай қатты жүгіріп көрмеппін. Прям вообще тоқтаған жоқ, өйткені маған целім баяғыдан 10 км болатын. Бүкіл күшімді салдым былай айтқанда. Қазір үйге барамыз да салмағымызды өлшейміз. Қалай дене өзгерді дегендей кеттік. 1 сағатта 10 км жүгіру үшін әр километр 6 минут болу керек. 1 километрді 6 минутта жүгіру керексің. Мен соны бүгін кәдімгідей тырыстым. Негізі 7 минуттан жүгіріп жүргенмін каждый күн. Бірақ бүгін прям вообще тоқтаған жоқпын. Өйткені бір-ақ нәрсе болды мен миымда. Ол 10 км. Қазір біз салмағымызды өлшейміз, сонда кеттік. Жетпіс 35. Өздеріңіз көріп отырғанда 2 килограмм 650 грамм килограммға түстік. Арықтадық. 2 аптаның ішінде күнде 1 сағат жүгіру арқылы. Және де бұл челленджді мен өз подписчиктеріме жолдаймын. Осы 14 күн бойы кім мен подписчиктерім арасында 14 күн бойы күнде 1 сағаттан жүгіре алады. Сондықтан осыны комментарийдің астына жазып кетіңіздер. Тағы да айта кететінім, бұл жүгірудің не пайдасы маған, не пайдасы келді. Біріншісі шыдамдылыққа үйрендім. Екіншісі дисциплина, күнде жүгіру арқылы. Үшіншісі нәпсімді жиналдым. Төртіншісі ол просто мен жүгіруге деген бір желанием ашылды. Енді мен жүгіру деген нәрсені тастамаймын, өйткені жүгіру деген бұл өмір сияқты, как будто. Жүгіру деген мен ойлаймын да, бұрын неге жүгірмегем деп. Бұрын жүгірдім, бірақ постоянно емес, постоянно жүгірген жоқпын. И маған бұл жүгіру деген ұнап қалды. Күнделікті енді 1 сағаттан емес, 15 минуттан жүгіретін боламын. Маған жүгіру ұнады, өте керемет челлендж болды. 14 күн жүгірдім, енді тастайсың ба жүгіруді деп. Жоқ, жүгіруді тастамаймын, өйткені жүгіру ұнап қалды маған. Просто ұнады. Күнде 15 минуттан 10 минуттан жүгіретін боламын. Даже 365 күн челленджді қабылдайын ба деп өзіме бір мақсат қойып отырмын. Сіздер комментария жазып қолдап кетіңіздер. Сондықтан осы видеоға лайк басыңыздар. 14 күн бойы еңбегімді қолдап кетіңіздер. Ендеше лайк басыңдар, комментария жазыңдар, аман сау болыңыздар.